Саламатсыздар ма балалар? Ана тілінің 63-ші сабағына қош келдіңіздер. Бүгін біз заттың атын білдіретін сөздер туралы тағы да өтеміз. Мәтінді түсініп оқы. 1 минут. Талғат ылғи кешігетін. 1 минут тұра тұрыңдаршы деп тостырып қоятын. Қыста шаңғы жарысы өтті. Оның досы Санжар 1 минутқа озып келді. Сонда әкесі жымиып былай деді: ештеңе етпес, 1 минут уақыт па? Уақытты бағалайық, балалар. Мен оқимын, ойлаймын, ойнаймын кітабынан. Балалар, бұл жерде не туралы айтылған? Дұрыс айтасыңдар. Талғаттың кешігіп жүретіндігі айтылған. Талғат қандай бала? Бірақ ол жақсы бала, енді әкесінің айтқанынан кейін ол өзін жарайсыңдар балдар. Ендеше оның үнемі кешігетіні дұрыс па? Дұрыс емес. Балалар, шаңғы сөздеріне сұрақ қойып көрейікші. Балалар, кімдер? Балалар, шаңғы. Бұл не? Немесе не? Шаңғы. Адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақтар қойылады. Ұстаз, ата, әже, әке, дәрігерлер, мысалы ұстаздар, әжелер, әкелер болса, кімдер, көпше түрде айтылғанда кімдер сұрағы қойылады. Мысалы оқушылар болса, кімдер деп қоямыз, ал оқушы болатын болса, кім болып қойылады, Ал заттар мен жануарларға қатысты сөздерге не, нелер деген сұрақтар қойылады. Балта, балға, орындықтар, сиыр, қой, бұзаулар. Ендеше балалар, сұрақ қойып көрейік. Балта не? Балға не? Орындықтар нелер? Көрдіңдер ме? Көпше түрде. Сиыр не? Сиырлар нелер? Қой не? Қойлар нелер? Бұзау не? Бұзаулар нелер? Балалар, заттар мен жануарларға қатысты болса нелер, ал адамға қатысты сөздерге кім, кімдер деген сұрақ қойылады. Каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Каналға тіркелсеңдер, міндетті түрде жаңа сабақты менен көресіңдер, және қоңыраушаны басуды ұмытпаңдар. Қоңыраушаны бассаңдар, бірінші болып менің сабағым сендерге шығып тұрады. Жаяу жүру өте пайдалы. Денсаулықты жақсартады. Көңіл күйді көтереді. Балалар, жаяу жүру өте пайдалы. Денсаулықты жақсартады. Көңіл күйді көтереді. Балалар, сендер жаяу жүресіңдер ме? Жарайсыңдар балалар. Мектепке барғанда, қайтарда, сабақ кезінде жаяу жүруге тырысыңдар. Балалар, суреттерге қарап, оларға сұрақ қоямыз. Мысалы, бұл не? Бұл велосипед. Бұл жазбаша түрі, ал мынау суреті. Бұл не? Шаңғы. Бұл не? Бұл енді хоккей ойынын жазғанмын. Сендер хоккей таяқшасы туралы не деп аталатындығын жазып кетіңдер. Бұл не? Шахмат. Жарайсыңдар балалар. Ендеше балалар, жалқау мысық. Ертегісін сендерге оқып берейін. Балалар, мұнда тұрған жалқау мысық дегенге сұрақ қойып көрейік. Мысық жалқау ма? Кейде жалқау болады. Бір үйдің мысығы бейқам өмір сүріпті. Қарны тоқ болғандықтан қимылдауға ерініпті. Жалқауланғаны сонша, тіпті тұмсығының астынан жорғалап өтіп бара жатқан тышқанды ұстауға құлқы болмайды екен. Ақыры тышқан оны біздің маубас деп мазақтайтын болыпты. Бір күні қожасы 2-3 қап бидайды үйіне кіргізіп,
өзі сыртқа шығып кетеді. Сол кезде қап толы астыққа тышқандар тұс-тұстан лап қояды. Көзді ашып жұмғанша қаптың тас талқанын шығарады. Жылы жерде пырылдап ұйықтап жатқан мысық тынымсыз сытырлаған мазасыз тұқырдан оянып кетіпті. Сонда қаптың жібін бытырлата қырқып, дәнді күтірлете күйсеп жүрген тышқандарды көреді. Оларға ажырая қарап қойып, тамақ жеп жүрсіңдер ма деп қозғалмайды. Орнынан тұрып тышқандар қуып жіберуге ерінеді. Қойшы, жей берсін деп жата беріпті. Бір кезде үйге кіріп келген қожасы тесілген қапты шашылып жатқан дәнді көреді де, манаурап ұйықтап жатқан мысыққа жетіп барады. Мен үйде сен бар ғой деп сеніп жүрсем, тіпті үйге кірген ұры тышқандарды да ұстай алмайды екенсің ғой. Сені несіне бағамын? Одан да тоғайға апарып құтылайын деп сақылдаған сарайызда тоғайға апарып тастайды. Осы кезде ақ қарға оранған тоғай ішінде бүрісіп тұрған мысықты көрген сауысқан: жылы үйде жатып дайын асқа семірдің, тышқан аулауға да еріндің, енді қайтер екенсің? Қане мынау қар басқан тоғайдан тамақ тауып жей қойшы деп сықылықтап күліпті. Балалар, жалқау болған дұрыс па? Жоқ, дұрыс емес. Ендеше мұнда мысық және тышқан және қарға сөздері бар. Ендеше сұрақ қойып көрейік. Мысық не? Тышқан не? Ал тағы не айтуға болады? Дұрыс айтасыңдар, қарға. Ал мысалы мысықтың егесі кім деген сұраққа жауап береді. Мысалы оның аты Аслан болса, мысықтың егесі кім деп сұрақ қоямыз. Сонда ол кезде Аслан, ал мысыққа не, тышқанға не деген сұрақтар қойылады. Сау болыңыздар балалар.